Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қашықтықтан оқытушы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазұлы. Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы спортшылардың дене қызметін жан-жақты дамыту мүмкіндіктерін қарастырудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру. Сабағымыздың мақсаты спортшылардың дене қызметін жан-жақты дамыту мүмкіндіктерін қарастырудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру. Сабағымыздың барысы дене шынықтыру жүйесінің бағыттары, дене тәрбиесінің қағидалары, дене шынықтырудың әдіс тәсілдері, денені сумен шынықтыру әдісі, денені ауамен шынықтыру әдісі. Дене шынықтыру жүйесінің үш бағыты бар: жалпы дене шынықтыру, кәсіптік қолданбалы және спорттық дайындық. Жалпы дене шынықтыру денсаулықты нығайтуға, дене қуатын арттырып, қимыл ептілігін дамытуға негізделген арнайы спорттық дайындық шаралары. Кәсіптік қолданбалы дене шынықтыру дайындығы дегеніміз еңбек пен әскери әрекеттерге тікелей бағытталған дене тәрбиесінің арнайы мамандану үрдісі. Кәсіптік дене шынықтыру дайындығына ең алдымен кәсіптік іс түрінде ұқсас жаттығулар қолданылады. Кәсіптік дене шынықтыру дайындығы тәсілдерін қолдану еңбектегі қимыл ептілігі мен дағдысының қалыптасуын тездетеді, еңбек өнімділігін арттырады, адам ағзасының сыртқы қолайсыз факторларға қарсылығын күшейтеді. Адамның өзі қалаған спорт түрі бойынша жоғары нәтижелерге жету жолындағы ізденістері мен талпыныстарын спорт дайындығы дейміз. Дене тәрбиесінің қағидалары. Дене тәрбиесі үрдісінде төмендегідей әдістемелік қағидалар кең қолданылады. Мысалы, саналық және белсенділік, көрнекілік, жүйелілік, біртіндеушілік, реттілік және дарақылық. Саналылық және белсенділік қағидасы. Бұл қағиданың мақсаты дене тәрбиесі үрдісі кезінде жаттығушылардың дене тәрбиесі мен спорт әрекеттерін саналы түсінуін, тұрақты қызығушылығын қалыптастыру және олардың іс-әрекеттерге белсенді ұмтылуын ұйымдастыру. Көрнекілік қағидасы. Көрнекілік дегеніміз адамның сезім мүшелерін тану, түсіну, ұғыну үрдісінде қолдану. Ал дене тәрбиесі мен спорт үрдісінде көрнекілік қағидасын үйрету және тәрбиелеу кездерінде қолданылады. Қозғалысқа үйретуді көру арқылы ғана емес, есту және бұлшықет түйсігі арқылы да түсіне білу керек. Жүйелілік қағидасы. Жүйелілік сабақтар арасында ұзақ үзіліс болмауы, сол арқылы жаттығулардың дене дайындығы деңгейін түсірмеуі. Сондықтан да жүйелік қағидасын қолданғанда өткен сабақтың ізін өтіп жатқан сабақтың әсері басып, нығайып, толықтырып жатуы керек. Біртіндеушілік қағидасы. Орындайтын жаттығулар техникасының біртіндеп күрделенуіне, жүктеме көлемі мен қарқыны біртіндеп өсуіне біртіндеушілік қағидасы дейміз. Сабақ жүктемелерін демалыстан кейінгі кездерде немесе жаттығу сабақтары жаңа басталған кезеңдерде жеңіл, кіші, аз көлемде ақырындап, қарқындай беріп, бірте-бірте жоғарылатып отырған дұрыс. Реттілік қағидасы. Қимыл әрекетке үйрету және дене қасиетін дамыту реттілігіне арналған талаптар үш дидактикалық ережеден тұрады. Бірінші, жеңілден қиынға. Екінші, қарапайымнан күрделіге. Үшінші, меңгерілген қимыл әрекеттен меңгерілмеген қимыл әрекетке. Дарақылық қағидасы. Дарақылық қағидасы дене тәрбиесі үрдісінде оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру түрінде жүргізіледі. Дарақылық қағидасы әр адамның дайындық деңгейіне, жынысы және жас ерекшеліктеріне байланысты. Жеке басының психикасының ерекшеліктеріне, жүктемеге шыдамдылығына, сыртқы орта әсерін сезіну мүмкіншіліктеріне, жұмыс істеу стиліне байланысты болып келеді. Денені сумен шынықтыру тәсілі. Сумен шынығу әдістері. Шынығу үшін су процедурасын пайдаланудың да ерекшелігі бар. Су ауаға қарағанда жақсы шынықтырады. Судың жылу өткізгіштік қасиеті ауаның жылу өткізгіштігінен 23 есе артық. Су теріге температуралық әсер етумен бірге механикалық әсер етіп массаж жасайды. Капиллярлық қан айналысын жақсартады. Сумен сүртіну арқылы шынығу өте жақсы ағзамызға әсер етеді. Ауамен денемізді шынықтырудың тәсілдері.
Ауамен шынықтыруды күнделікті жүргізу қажет, және тері мен ауа температурасының айырмашылығы көп болған сайын ауаның қозғалыс жылдамдығы мен ылғалдығы жоғары болған сайын рецепторлардың тітіркену дәрежесі де жоғары болады. Ауамен шынықтырудың өте көп түрлері бар. Мысалы, ауа ваннасы, ашық ауада ұйықтау, серуендеу және тағы басқа әдіс тәсілдері. Сабағымызды қорытындылай келе, оқушылар, егер біз дене шынықтыру жаттығуларын жасамайтын болсақ, онда өзімізге ұнайтын жаттығулар кешенін дайындап, күніне таңертеңгілік 15-20 минут жаттығу жасауымыз қажет. Кейін жаттығу мерзімін ұзартып 30-40 тіпті 50 минутқа дейін жеткізуімізге болады. Алғашында қиналғанымызбен кейін келе бойымыз үйреніп, содан кейін дене шынықтырусыз өмірді көз алдымызға елестете алмайтын дәрежеге жетеміз. Ең бастысы, денсаулығымыз жақсарып, өзімізді сергек сезінетін боламыз. Бұл 2-ні 2-ге көбейткенде 4 болады дегендей ақиқат. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.